Ассалаумағалейкум бәріне. Қалайсыңдар? Қазақстанда мына қымбатшылықтың несін айтамын да. Кәдімгі қарапайым халықтың қалтасына кәдімгідей тиіп жатыр да. Табысым азық-түліктен артылмайды. Не кредиттен артылмайды. Білмеймін. Бір өміріме бір қара мысық түсіп кеткен сияқты бар ғой. Бір жолым болмай ақ қойды. Бір қарыздан құтыла алмай қойдым. Ана қарыздан құтылсам, ана қарыз тұрады, ана қарыздан құтылсам, ана қарыз тұрады. Шынымды айтсам ғой, зыба болып кетті ғой уже. Қайда барып күн көреміз? Ана қосымша кешке грузчикке де шығасың, бірақ толку жоқ ақша. Кіресің магазинге, бір-екі булкадан аласың, 2000-5000 теңге жоқ болып кетеді, болды. Мына қымбатшылық қайда барады түсінбеймін. Президент қайда қарап отыр түсінбеймін. Сұмдық болып кетті.